Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз жалындаған жастардан құралған жас сахна театрындамыз. Қош келдіңіздер. Біздің театр әйгілі режиссер, киноактер және өзінің ғұмырын театр өнеріне арнаған Байтен Уәлиханұлы Омаровтың есімімен аталады. Бүгін біз сіздермен бірге біздің театрдың бір күндік тыныс-тіршілігімен, театр ұжымымен және актерлармен танысатын боламыз. Бүгінде Қазақстанда 70-ке жуық мемлекеттік, 30-дан аса жекеменшік театр бар. Тәуелсіз өнер ордалары еліміздің 3 мегаполисі Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында орналасқан. Бір Алматының өзінде 20 коммерциялық театр бар. Олардың өз көрермені, қалыптасқан репертуары және тұрақты артистері бар. Соның бірі жас сахна театры. 2006 жылы танымал актер, педагог әрі режиссер Байтен Омаровтың құрметіне құрылды. Театр өзінің 15 жыл тарихында талай талантты актерлер мен білікті режиссерлердің шеберлігін шыңдаған Алматының мәдени орталығына айналды. Әлемде болып жатқан жағдай қазіргі таңда барша өнер адамдарына, өнер ордаларына кәдімгідей үлкен әсерін тигізіп жатыр. Енді Аллаға шүкір, қазір жақсы болып жатыр ғой, қайтадан шағын көрермендер қабылдап, осындай қиындықтарға, осындай жағдайлардың ешқайсысына қарамастан Байтен Омаров атындағы жас сахна театры өзінің жұмысын одан әрі жалғастыруда. Біздің театр мемлекеттік театр емес, жекеменшік театр болғаннан кейін көптеген жеке театрлар жұмыстарын одан әрі жалғастырып кету қазіргі таңда қиын негізінен. Ал біздің театрдың, біздің басшылықтағы адамдардың керемет жұмысының нәтижесінде бізге жаңадан келіп жатқан жастардың ынтасының, құлшынысының арқасында қазіргі таңда біз өте жақсы деңгейде, жақсы қарқында жұмыстар жасап жатырмыз. Театрға осы жылы кірдім, бұйыртса жарты жыл болып қалады. Және осы театрда жарты жылдың ішінде көп нәрсе үйрендім деп айта аламын. Осындай қиын уақытқа қарамастан жұмыс істеп, тәжірибемізді көбейтіп, үлкен-үлкен мастер-класстар көрдік, өткізді және осындай мүмкіндік беріп жатқан театрға өте үлкен рахмет айтамыз. Жас сахна театрының шымылдығы Бертольд Брехттің «Ереже мен одан тыс» пьесасымен ашылды. Алғашқы труппа құрамында неміс театрының актерлері болды. Сондай-ақ осы сахна төрінде көптеген танымал музыканттардың кеші өтті. 2013 жылы театр тарихында біраз өзгерістер болды. Танымал кино және театр актері, режиссер Евгений Жуманов театрдың көркемдік жетекшісі қызметіне келді. Оның «Құлау» және «Хат» сияқты моноспектакльдері көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ал 2016 жылы театрдың көркемдік жетекшісі болып, Тәжікстанның еңбек сіңірген қайраткері, драматург Барзу Абдразаков тағайындалды. Біз бір жанұямыз. Өйткені біздегі актерлардың барлығы жасымыз бірдей бір жерде оқығанбыз. Тіпті кейбір актрисалар, актерлар әлі күнге дейін оқып жатыр. Академияда біздің де келгеніміз кеше академияны бітіре салып, осындай жерге тап болып, осындай адамдармен бірге жұмыс жасап жатқан бізге өте үлкен тәжірибе болып жатыр. Ерте жайлап, кеш қайып, тағадай дүние жалған, өтті арман, сұм тағдыр, шырмауықтай, шырма алған-ау. Негізінде сахнаға шығу, әуелгі арманым деген сахнаға шығу болған, ал театрға жұмысқа кіру, театрда жұмыс істеу, актриса болу деген ол есіе келіп, есімді жиған уақыттан бастап 9-10 сыныптарда сондай кезде актриса болам, театрда жұмыс істегім келеді деп ақылым кірген уақытта шештім. Театрда қазір жұмыс істеп жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Өздеріңіз байқағандай біздің театр үлкен академиялық театрлар сияқты 500 адам, 600 адам емес, 80-90 адамға кәдімгі өмірдегідей көрерменмен бірге ара қатынасты қалыптастыра отырып оқиғаны өрбітетін спектакльдер қоямыз біздер.
Сіз менің атымды естігенде бір түрлі таңырқап қалдыңыз ғой. Сыңғырлаған әдем ат еді. Ақсүйім! Ой, ал қайдан жүрсіңдер? Тимон, үйге қонақ келді ғой. Міне! Көз қарасы сұрақ етті. Міне! Мынау менің ортаншылым ақ жігіт. Ал анау Шафақ. Ал мынау оның қалыңды қызы Бәржат. Батаңды бер жолаушым, жол сенікі. Барзу Абдуразаков көптеген заманауи тақырыптарды көтерген қойылымдарды сахналады. Атап айтсақ, олар жіп теориясы, аңдардың уақиғалары, солтүстік шұғыласының құпиясы, көшкін еріксіз емші, сыныптастар өмір сабақтары спектакльдері. 2015-2020 жылдар аралығында театрда Әшім Ахметов, Жанел Серғазина, Мирас Исаева, Бақтияр Байсерік, Мәдияр Сарбаев, Әйгерім Мұстафа, Вахид Изимов секілді еліміздің танымал артистері қызмет істеді. Бүгінде өнер ордасының сахнасында театрдың 3-ші толқыны Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлектері еңбек етіп жүр. Негізі, мен бұл театрды бұрыннан білемін. Жас сахна театрымен жетекшілік ететін Арт Украина халықаралық театр фестивалінде сәтті өнер көрсетіп бірнеше рет жеңімпаз атанды. Сондықтан осы театрдан маған ұсыныс түскенде мен өте қуанышты болдым. Барлық шаруамды шетке ысырып қойып, Алматыға ат басын бұрдым. Мұндай керемет мүмкіндікті қалт жіберуге болмайды деп есептеймін. Бұл жас сахна театрының ең жас әрі ең мықты труппасы. Кеше ғана театрға келседе ұжым өте еңбекқор, ізденімпаз, сахнада барын салып жұмыс жасайды. Бұл мені қатты таңғалдырды. Маған бұл актерлермен жұмыс жасаған өте ұнайды. Олар сахнада екі тілде өнер көрсетеді. Қазақ және орыс тілдерінде. Мүмкін олар болашақта басқа тілдерді де үйренетін шығар. Ағылшынша, французша, неміс тілдерінде спектакль ойнайтын шығар. Кім біледі, мұның бәрі уақыт еншісіндегі нәрселер ғой. Мен жас сахна театрмен біз бір 6 жылдай болды жұмыс жасап келе жатқанымызға. Ең алғаш рет Тұран деген ансамбльдің құрамында біз осы жас сахна театрында өнерімізді көрсеткен болатынбыз. Кейіннен келе жаңағы Арқайым тобымен бірнеше рет осы сахнада өнерімізді көрсеттік. Ал бүгінгі таңда осы театрдың ұжымымен қазір жаңа қойылымға байланысты көмемен ән айту дәстүрін немесе күркіреме дейді, қарғыра дейді, жалпы түркі тілдес елдерге ортақ дауыспен айту өнерін үйретіп отырмын. Жақсы, енді ұмнан деп башламыз, дыбысты ішке алайық. Өнер енді қиын дүние, бірақ бұл дыбысты шығару ол өзіміздің түркі қанымызда бар. Сондықтан балалардың да өздерінің таланттары өте бір ауқымды, өте жоғары. Сондықтан бұл балалармен дайындалған өте жеңіл. 1-2 сабақтың арасында 5-6 маман дайындау деген бұл ғажап. Бұл театрдың кіреберісі. Мына суреттер театр қойылымынан қалған естеліктер. Және тағы бір айта кететін жайт, бұл театрдың құрылуына үлкен себеп қосқан Байтен Омаровтың қызы Жанна Байтен қызы. Алматының қақ ортасынан осындай ғимаратты алып, үлкен керемет театр ашты және әкесінің арманын орындады. Ең басты айта кететін нәрсе театрдың осындай жағдайда тұрып жұмыс істеп жатқанның негізгі жаңағыдай себепкерлері сол театрдың басшылығы. Ол кісілердің еңбегін қалай да болса айта кету керек. Жас актерларды әкеліп, оларға осыншама адамдарды жалдап, оның барлық қаншама шығын, қаншама ақшаны талап етеді. Қазіргі заманда ақша табуымыз оңай емес деп. Солай сол кісілерге рахмет. Құдай қаласа өзіміздің көрермендерімізді жаңа түрлермен, жаңа ойындармен, жаңа характерлермен, жаңа спектакльдермен қуантамыз. Келіңіздер. Ай, алтыным, аман бол, Алла жарылғысын. Ай, Құдай, томпағым мен, абайлап жүр. Ай, Құдай. Тазала де.
ішіп беріңдер. Газ берем. Әкең, тазалап болған далаға бар. 2014 жылдан бері осы Байтен Омаров атындағы Жас сахна театрында жарық және дыбыс екі қызметті өзім атқарып келемін. Ауыр болғанмен де қазіргі заманға сай барлығы компьютермен, сондықтан да ол жеңілдей түсті. Негізі кез келген спектакльдің сәтті шығуына осы дыбыс пен жарықтың үлесі зор. Және де біздің ең бірінші мақсатымыз ол режиссер мырзаның көңілінен шығып, және спектакльдің сәтті шығуы үшін өзіміздің де үлесімізді қоса отырамыз. 2019 жылы театр сахнасында алғаш қазақ тіліндегі спектакль Шыңғыс Айтматовтың Жәмилә қойылымы сахналанды. Режиссері қырғыз елінен арнайы шақыртумен келген Ұлан Мырза Қарыпбаев. Жазушының Жәмилә повесі негізінде сахналанған спектакльде соғыс зардабымен әйел тағдыры ғана емес, үлкен махаббат уақиғасы баяндалады. Жәмиләні Ақниет Орынтай, Даниярды Бақтияр Байсерік, ал Сейіт рөлін Данияр Әріпов сомдады. Спектакльдің суретшісі Нұржан Сәменов, хормейстері Арна Жүнісова, балетмейстері Алина Мәмбеталиева, дыбыс режиссері Данияр Сатыбалдиев. Майда, 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 майдалай бассам, жаныңа пайда, орой, орой, басқаның майда, оро толсын, майда, қырша, қырша, басқаның майда, қырма толсын. Бұл өзі өте қылықты, жарқын, күлгенді жақсы көреді, өмірге мәз, өмірге құштар, өмірге ғашық. Өте жақсы жердің қызы, бірақ махаббат үшін күресті. Ол махаббатты бегірек қойды. Түсінікті шынайы болайық. Шыңғыс Айтматовтың Жәмилә спектаклінде Даниярдың рөлін сомдаймын. Бұл кейіпкер соғыстан физикалық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да жаралы болып қайтқан адам. Ұяң, адамдармен көп сөйлесе бермейтін. Оның барлығы не үшін десек, оның барлығы сол жаралығынан шығар деп ойлаймын. Адамның жүрегі жараланған кезінде ол жүрекке көбісін кіргізе бермейтін әдеті бар деп білемін өз басым. Бірақ осындай жабық адамның ішінде неше түрлі керемет дүниелер жатқандығын спектакль барысында оның ән салған кезінде біз көз жеткіземіз. Бұған дейін Жас сахна театры өзінің деңгейін көрсеткен театр, өзінің орнын қойған театр. Қазақстанда ғана емес, көптеген халықаралық ареналарда, көптеген фестивальдарда Қазақстанның атынан шығып, жай ғана шығып қана қоймай, жетекші орындарды иемденіп жүрген театр. Енді біз екінші толқын ретінде жаңадан жастар болып келгеннен кейін, енді біздің алдымыздағы ағаларымыздың жеткен жетістігі бар. Енді біздің осы театрдың өзінің тұрақтанған көрермендерінің осы театрдан күтетін дүниелері бар. Содан одан әрі асыруымыз керек. Қазіргі таңда біздің алдымызға қойған мақсат сол. Жеңіс
Бұл костюм және реквизит бөлімі. Бұл жерде барлық біздің театрдағы спектакльдің костюмдері сақталған. Және ешкім көрмеген, ешқашан сахнаға шықпаған костюмдеріміз де бар. Мысалы, мына костюміміз Олжас Сүлейменовтың «Глиняная книга» атты кітабының желісі бойынша жазылған спектакліміздің костюмі. Бұйырса сіздерді премьерамызда күтеміз. Бүгінде театрның жас труппасы Олжас Сүлейменовтің «Қыш кітап» атты поэмасының негізінде жазылған «Шамхат» музыкалық спектакліне дайындалып жатыр. Инсценировка авторы және режиссері Ставийский Иван Янович. Иван Ставийский Ресейдің «За черной речкой» театрының бас режиссері, әрі көркемдік жетекшісі. Маған жас сахна театрынан ұсыныс түскен кезде менің ойыма бірден Олжас Сүлейменовтің «Қыш кітап» поэмасы келді. Бұл шығарма маған өте ыстық. Мен негізі 17 жыл ғұмырымды Бішкекте өткіздім. Сондықтан мен бұл жердің таутасын, табиғатын, көгілдір аспанын жақсы көремін. Олжас Сүлейменовтің бұл шығармасы қалай қызық болса, дәл солай қиынды. Өйткені бұл поэмада үлкен философия жатыр. Мұнда керемет баяндалған махаббат оқиғасы бар. Сонымен қоса, бірнеше ұлттың мәдениеті мен дәстүрі де осы шығармада жақсы көрсетілген. Тағы бір қызығы, бұл поэмада қазіргі таңдағы отбасылық құндылықтар мен адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы да тамаша суреттелген. Ел қайтқан жайлауына қола дүздей көңілімді оқпай қойды қалқам дағаяу беу. Дүние жалған өтті арман, сұм тағдыр шырма уақтай шырмап алған-ау беу. Қойылып жатқан қойылымда менің рөлім Шамхат, және спектакльде Шамхат деп аталады. Ол басты әйел кейіпкер. Негізі өте қиын, себебі әйел адамның жан дүниесі, ол және өкпелеген, ренжіген әйел адамның рөлі, ол одан да қиынырақ, оның жан дүниесін түсіну. Маған өз басыма өте қиын болды. Атын ауызға толтырып айтарлықтай мықты режиссеріміз жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда Иван Янович. Жас сахна театрының ең бір жеңіп алған жүлделерінің бірі бар Арт Украина фестивалі. Сол фестивальдің жетекшісі көркемдік. Сол кісі осы жас сахна театр сол жақта танысып, осындай қиын кезге қарамай сол кісіні әкеліп бізге үйретіп, сондай кемшіліктердің барлығымен қазіргі таңда жұмыс жасалуда. Сахна тілмен де, вокалмен де сондай үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Есіме қайта түсе берді, кір жуып кіндік кескен айдай туған жерім Әрине, бұл үлкен шығарма болғандықтан мұндағы барлық кейіпкерлер мен оқиға желісін сахналау мүмкін емес. Сондықтан біз бұл поэманы театрдың шағын сахнасына шамдап, ең негізгі кейіпкерлерді ғана көрсетеміз. Шынымды айтсам, аталмыш шығарма желісі бойынша көркем фильм немесе тіпті көп бөлімді сериал түсіргім келеді. Өйткені бұл сондай ғажап шығарма. Мұнда автор адамның ең ізгі сезімдерін және отанға деген махаббат пен сағынышты керемет суреттеген. Біз автордың айтқысы келген ойларын барынша көрсетуге тырыстық. Республикалық және халықаралық театр фестивальдерінде оза шауып, 100-ден жүйрік шығуы жас сахна театрының жұлдызын биік етті.
Мәселен, 2015 жылы театр ұжымы Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен халықаралық Арт Украина фестиваліне Дон Ниграның сыныптастары спектаклімен қатысып, гран-при иегері атанды. Араға бір жыл салып 2016 жылы Тунжер Дуджиноглудың көшкін спектаклімен Нұр-Сұлтанда өткен 25-ші республикалық драмалық театрлар фестивалінде үздік режиссер номинациясын жеңіп алды. Ал 2020 жылы Шыңғыс Айтматовтың Жәмила спектаклі жыл сайынғы Тикетон Awards 2020 сыйлығы бойынша жылдың үздік қойылымы деп танылды. Театр қоғам айнасы. Сол қоғамда өзіңді көргің келсе, театрға кел. Сіздермен бірге болған Байтен Омаров атындағы Жас сахна театрының ұжымы. Өнер ордасында кездескенше қош сау болыңыздар.